еткен екен. Айтқандай, мына туындыда қазір біздің объективке ілінетін архив сөрелерді, жалпы осы кісінің атын ұлықтауға арналған қайсы бір істің де арғы жағында ізгі ниет, ізетті жүректің тұрғаны даусыз. Кемел Тоқаев атындағы музей 1997 жылы ашылды. Бұл музейде негізгі құнды дүниелер өте көп, толыққан. Яғни енді қарап отырсақ, бұл жерде Кемел Тоқаевтың соғыс кезіндегі алған ордендері, медальдары мына жерде. Ал енді өзінің отбасының Кемел Тоқаевтың тіршілігінде киген міне киімдерін біздің музейге табыстап отыр. Мына жерде ол кісінің соғыс кезіндегі алған медальдары, ордендері, наградалары. Ал енді ол кісінің тіршілігіндегі қолданған қоңыр дауысты саз домбырасы мына жерде орналасқан. Сонымен қатар тіршілігіндегі қолданған жұмыс машинкасы. Және де көптеген міне ол кісінің майданда замандастарымен түскен суреттері. Ол кісі негізі журналист болған ғой. Ал енді біздің мына мұрағатта өзіміздің оқушыларымыздың көптеген шығармалары берілген, жасалып жатыр. Және де Кемел Тоқаевтың 85-90-93 жылдығына арналып, оқушыларымыз өздерінің арнауларын жазған эсселерін, шығармаларын 4 кітап қылдырып шығарылып отырмыз. Ал енді біздің оқушыларымыз Кемел Тоқаевтың шығармаларын жан-жақта зерттей келе, облыстық республикалық байқауларға қатысуда. Және де жеңімпаздар атанып отыр. Әдемі Жұмағали Кемел Тоқаев атындағы орта мектептің 6 сыныбында оқиды. Бос уақытында мұражайды таныстыру жұмыстарын атқарған Әдемі жазушы шығармашылығымен таныса келе, қызығушылық оянып, Кемел Тоқаевтың шығармаларын зерттеуді қолға алған. Зерттеу байқауына Кемел Тоқаев шығармаларының тілдік стильдік ерекшеліктері тақырыбында өз жұмысымды қорғап, аудандық облыстық байқаулардан жүлделі орынмен қайттым. Кемел Тоқаевтың шығармашылығын зерттей бастағанда мен олардың шығармасындағы көптеген тіл ерекшеліктерін байқадым. Мысалға, эмоция. Кемел атамыз эмоцияны өте жақсы білдіре алған. Мысалға, аффект. Кемел атамыз өте сауатты болған. Кейіпкерлерді орысша да қазақша да сөйлете алған. Кемел атамыз өзі қазақ болғаннан кейін қазақтың ұлттық болмысын да ұмытып кетпеген. Және де олардың біреулері дұға оқу, Құран бағыштау, сүйінші сұрау. Мен бұнымен тоқтап қалмаймын. Әрі қарай да өз жұмысымды жалғастыра беремін.